қалдеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай видеоның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның жасалу жолы Instagram парақшаның өзінде ғана өтеді. Ол үшін өзіміздің Instagram кіреміз, историяға барамыз, жаңағы видеомызды әкеліп қоямыз. Мінеки әуелі мынандай видео түсіріп аласыздар. Міне қойдым. Енді жоғары жағындағы, оң жағында 3 точкаға барып, рисовать дегенді басамыз. Ортасындағы карандашты таңдап аламыз да видеоның үстін басып тұрамыз. Сол кезде дәл осылай ағарады. Енді мінеки көріп тұрғандарыңыздай сол жағындағыны жоғары қарай көтереміз және жоғарғы жағында бірінші тұрған ластикті басамыз. Осы жерде видеоны қарап тұрамыз. Мінеки қолды бұлғайтын жерге әкеліп, осылайынан өзіміз бағыттаймыз. Осыны барлығын, осы видеоның барлығын сіздер өзіңіз запись экранымен түсіресіздер. Енді запись экранаға түсіріп болғаннан кейін CapCut'қа кіреміз. Новый проект басамыз. Жаңағы запись экраны жасаған видеомызды әкеліп қоямыз. Бұл жерде өзіміздің запись экранымызды көрсетпес үшін, яғни кадрирование жасаймыз. Ол үшін изменить дегенге барамыз және де тағы изменитті басамыз. Кадрированиені басып, жоғары жағын, төменгі жағын бейтіп көрсетпей тастаймыз. Сол кезде бізде дәл осындай видео пайда болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Және де осындай двойник видео жасаудың жолын алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар.